Аттарым асыл қазынам. Дәл осы атаумен нөмірі 11-ші Гаухар балабақшасында өткен мерекелік кештің шымылдығы түрілді. Бұл күні балабақша төрі ән мен жырға бөленді. Шарапат әлеуметтік орталығынан келген ардақты қонақтар өскелең ұрпақтың өзгеше өнеріне көзайым болып ізгі тілектерін арнады. Бүлдіршіндердің жауқазындай жас дауысы, жүректі тербеген әуезді әндерімен мың құбылған билері қарттардың көңілін шаттыққа бөлеп, өткен күннің естелігін жаңғыртты. Сахнаны шат күлкімен өрнектей білген балалардың "Менің әжем осындай" әуені өмірге деген іңкәрлік пен отбасы үндестігінің әсем бейнесін көрсетті. Әже мен немеренің сырлы әңгімесі санадағы сан салалы сабақтастық, адалдық пен ізгіліктің маңызын айқындады. Адал азамат қандай болу керек деген сауалға берілген жауап ұрпаққа жол сілтер шамшырақтай әсер қалдырды. Сендер бүгін білгілерің келіп отыр ғой. Адал азамат қандай болу керек деп. Адал азамат дегеніміз адал еңбегімен әрқашандарда биіктерден көрінеді. Ал елжанды азамат дегеніміз еліне, халқына адал қызмет еткен адамды адал азамат, елжанды азамат дейміз. Осы келе жатқан қарттар күні аясында, мұғалімдер күні аясында сіздерді шақырып, бір балаларымыздың, бүлдіршіндеріміздің өнерлерін тамашаласын деп сіздерді шақырып отырмыз. Және де бір айтарым, мұндай іс-шаралар тек қана осы мереке қарсаңында емес, күнделікті, күнбе-күн, айма-ай, жылма-жыл жалғасын тапса екен деп тілеймін. Сіздерге келгендеріңізге көп рахмет. Тілейтінім зор денсаулық, ашық аспан, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына балабақшаның қызметкерлеріне, педагогтеріне, меңгерушінің міндетін атқарушы Айнұр Амангелдіге көп рахмет айтқым келеді. Себебі бала тәрбиесі, әсіресе мектепке дейінгі баланы тәрбиелеу ол өте үлкен еңбекті талап етеді, үлкен жауапкершілік. Сондықтан келе жатқан ұстаздар мерекесі құтты болсын. Мерекелік кеште халық өнерінің інжу маржаны да айқын көріне білді. Қамажай қазақ қызының биязы болмысын дәріптесе, бәйге биі қазақы рухты асқақтатты. Дәстүрдің сәнін танытқан көріністер қонақтарды терең ойға жетелей білді. Қазақ тұрмысының қазыналы көрінісін жеткізген келі келсап биі еңбек пен берекенің қадірін ұрпақ санасына қондырды. Күмбірлеген домбырадан, жетасықты жетігеннен төгілген ән мен күй құлақтардың құрышын қандыра білді. Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында осы қарттар күніне арналған үлкен қарияларымызды қадірлеп, құрметтеуді балапандарымыздың бойына тәрбие ретінде сіңдіру үшін Шарапат қарттар үйінен ақсақалды аталарымызды, ақжаулықты әжелерімізді шақырып, осылай кішігірім іс-шара ұйымдастырып жатырмыз. Іс-шара барысында балапандарымыз өздерінің өнерін көрсетті, ата әжелерге деген тілектерін жеткізді. Мен ойлаймын, осындай іс-шараларды ұйымдастыру арқылы балаларымыздың бойына ізгілікті, үлкенді құрметтеуді сіңдіреміз. Бұл балалар еліміздің болашағы. Осы болашағымыз жарқын болу үшін балаларға деген тәрбиені осы бастан бастауымыз керек. Балабақша ол тәрбиенің алтын діңгегі. Осы балаларды кішкентайынан үлкенді құрметтеуге, сыйлауға баулу арқылы еліміздің ұлтжанды адал азаматы қалыптастыратынымызға сеніміміз мол. Өнерлі өрендердің қарияларға құрметі бір концертпен біткен жоқ. Салтанат ұлттық ойындармен жалғасын тапты. Аталар дойбой ойнап, бестемше үстінде ой жарыстырды. Ақжаулықты әжелер шәмшінің әндерін әуелетіп, көңіл төрін сырлы сазбен тербеді. Ал ақжаулықты әжелер шәмшінің әндерін әуелетіп, көңіл төрін сырлы сазбен тербеді. Молодцы! Шараның соңында дастархан жайылып, қазан көтерілді. Қонақтар құрметке бөленіп, сый-сияпат алды. Табақ тартылмас бұрын қариялардың қолына су құйылып, қазақы құрмет те көрсетілді. Көп жаса, үлкен жігіт бол, денің сау болсын, бақытты бол, ата-анаңа мейірімді, соның жолдарын қуа бер. Ақ баталы аталар мен мейірімді әжелердің шадыман жүзінен ықылас нұры төгіліп, ризашылыққа толы көңілдері айқын байқалды. Жалпы бүгінгі біздің қазыналы қарттарымызды көңілге сыйлайық деп, және болашақ ұрпаққа осы қарттарымыздың алдында өздерінің батасын алсын деген ниетпен қарттар күнімізге бір тамаша бір іс-шара ұйымдастырдық. Жалпы бүгін көптеген қарттар келіп, көңілдері көтеріңкі, тамаша көңіл күйде болды. Әрқашанда қазақ елінің қарттары аман болсын, берекеміз арта берсін, қазақ елі алға баса берсін, балапандарымыз аман болсын, болашақ қазақ елінің жұртының осындай ұрпақтары үлкенді үлгі тұтуға,
бізге ниет жасауға, үлкендерден тәрбие ала берсін. Қарттарымыз, әжелеріміз, аталарымыз аман болсын. Бұл мереке ұрпақтар арасын жалғаған алтын арқау. Қарттарын қадірлеген ел, тарихын ардақтаған ел, болашағын нұрлы жолға жетелеген ел. Гаухар балабақшасы шақырып отыр. Мұнда біздің көңілімізді жасартып, бүгін түрлі ойындарды, қазақтың салттарын бұрын өткен соны бізге көрсетті. Мінекей біз мұнда келген азаматтар бәріміз сондай қуаныштымыз. Енді кішкентай артымызды, біздің ізімізді басатын жастарымыз, балаларымыз және кішкентай бөбектер көп жасасын, дендері сау болсын. Сол отанымыз үшін еңбек ететін жақсы азамат болып көп жасай берсін. Бүгінгі құрмет, кешегі еңбектің өтеуі, ертеңгі ұрпаққа өнеге боларлығы сөзсіз. Әуелі Алла оңдасын, пайғамбар қорғасын, қауіп қатер дегеннен періштелер қорғасын. Алыс сапар шеккенде қызыл болсын жолдасын, төрт түлікті мал болсын, еш кемісің болмасын. Ұл қызың өсіп, адам болып ата-анасын сыйласын. Алладан болсын мархабат, пайғамбардан шапағат. Алланың жасалатқан ниеттеріңді қабыл етіп, істерің оңға болсын. Ендеше ертеңіміздің иелері, бүгінгінің адал азаматтары, Гаухар балабақшасының тәрбиеленушілері қазақтың қазыналы қарттарын мерекесімен шын жүректен құттықтайды. Туғанша гүлім гүлді тонып, ана деп ән салып, жүрейім мейлі жүзге толып, бөбекпін мен саған. Мама, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Данасың сен маған, дарасың сен маған. Мақтанатын мархабатын, махаббатым. Ардақтысың есіміңмен, илана деп адам, жер-ана деп адам. Тербеледі бесігінде, ана жаным саған, арнадым мен саған.